Кешіресіздер, оңай емес. Бәрін бастан бастап еске түсіру де оңай емес. Өлтірген адамдардың түрін көру де оңай емес. Сол балдардың, сол менің немеремді аямастан өлтірген, қорғап отырған қорғаушыларға да қарау оңай емес маған, біле білсеңіздер. Соның үшін осы жерге келген кезімде аяқ қолым қалтырап осырандарды көргеніме өкінішті болып кетемін. Жоқ, сізге түсіндіріп өтейін, бұл қорғаушылар, бұлар болмаса да басқа қорғаушылар міндетті түрде қатысу керек. Иә, түсінемін. Сондықтан сіз оларға қарамай маған қарап айта берсеңіз барлық оқиғаны, қалай болғаны туралы. Өзіңізді ұстаңыз, сабыр етіңіз кішкене. Жоқ, айтайын, күнде келмей. Мүмкін ба жанында тұрсын? Рұқсат, рұқсат. Сосын Шерзатқа қарап жүгіріп кетті бәрі. Сол Шерзатқа жүгіріп кеткен кезінде алдан шыққан мені де қағып жіберді ғой, енді айтып тұрмын. Содан кейін бәрі Шерзат қарап кетті деп, мен тұра алмай жаттым, бірақ алдарына қарасам, Шерзатты сол жерге барған адамның бәрі қол көтерді. Судья, түсінесіз ба? Бір адам қалған жоқ ол жерде, қол көтермеген, аяғымен теппеген. Бірақ мен баламның мұндай істейтіндей, бұлардың не істеп қойғанын мен осы күнге дейін түсіне алмаймын. Бұл нәресте оғынан шықса, бұлардың өздерінің ар-намыстары соған барып, соны өлтіргеннен мен таңғаламын. Бір шапалақ ұрыпты, бір мұш ұрыпты. Мен бір мұш ұрған үшін кешірім сұрауға келдім. Кешірім сұрауға келдім сол адамдардан. Аппақ шашым мен түнгі. Менің балам түнде жүретін бала емес. Ол зарядкаға деп барған. Үйде жатқан бала зарядкаға деп барған. Соның аралығында жағы Қытайда оқитын бала Қытайға кететін болып, сол папасынан сол напитка анау-мынау аламыз, зарядочнигімді алып қайтам деп барған бала. Ол түн ортасында, түнде күндіз ол қаңғып жүрмейді. Түнде жүргізген емеспін ол баламды. Себебі жауапкершілік ол әкесінің қолында өспегеннен кейін оның жауапкершілігі менің мойнымда болған үшін мен оны түнде жүргізбеймін, ешқашан жүрген де емес. Әжеу деу мен кетті нәрестем. Бірақ оны өлтіру үшін барғандары бұлардың анық болып тұр. Неге десеңіздер, 3 машина болып келіп отыр, олар дайындалып келіп отырған группа бұл дегеніңіз. Соны нақтылап айтып беріңіз, қалай болған, оқиғаның қалай болған? Өзіңізді қолға алып, нақты келген кезде